Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз ерекше жанмен жүрегінен жыр төгілген ақын мен сыр шертпекпіз. Өлең жүректің тілі, ал ақын сол тілдің аудармашысы деп ақын журналист Жұматай Оспанұлының мерейлі 50 жасқа толуына орай қаламы ұшқыр журналист атты сыр сұхбатымызды ұсынамыз. Өзіңізге алғашқы сұрағымыз, қазіргі жастардың әдебиетке деген қызығушылығы қандай деп ойлайсыз? Олар қандай шығармаларды оқуы тиіс? Алдымен Сәкен Сейфуллин атындағы біздің әмбебап кітапхананың ұжымына алғыс айтамын. Бүгін арнайы кездесуге шақырып, ертең жасы 50-ге келді деп елебес келіп, ерекше жан деп бір ерекше бағалап жатқандарыңызға рахмет. Мен сол қатардағы қарапайым адамдардың біріміз ғой. Бірақ енді руханиятта жүргеннен кейін, баспасөз саласында жүргеннен кейін, әлбетте біз осы әлеммен тікелей өміріміз байланысып жатыр. Ал енді сауалыңызға келетін болсақ, жалпы өздеріңіз де жақсы білесіздер, бүгінгі қоғамның ең үлкен мәселесі кітап оқу. Сондықтан жастарға қандай кітап оқиды, қандай кітап оқуға кеңес бересің дегеннен бұрын, мен бірінші сол жастарға кітап оқу, кітап оқуға деген ынтасын ашудың бір әңгімесін айтсам деймін. Кітапты қазір шынымен де қарап отырсаңыз, белгілі бір әдебиетке жақын, журналистика әлемінде жүретін сондай бір орталар ғана оқиды. Бұл жасыратын жоқ, ашық да болса шындық. Кезіндегі біздің бала кезіміздегі аға әпкелеріміздің дәуіріндегідей кітап оқу жоқ. Біз сол күндерді кейде аңсап отырамыз. Мен өзім қойшының баласымын. Қонышымызда жалын, жұлдыз журналдары жүретін. Кішкентай кезімізде Балдырған деген журналды пионер болады ғой. Барлығын қарап өскеннен кейін бізге жанымызға жақын дүние. Біз осы жолда бір айта кетейінші. Осы ақпаннан бері облыс әкімінің қолдауымен Низам жылжымалы әдебиет мектебі құрылды. Егемен Қазақстан газетінің меншікті тілшісі Мұхтар Күмісбек ініміздің жобасы. Сол жоба қолдау тауып, біз ақпаннан бері облысымыздың 8 аудан 2 қаласында оқушылармен жұмыс істеп жатырмыз. Сол жерге барған кезде бізге белгілі, жаңа сіздің сұрағыңызға келеді. Ең бірінші балаға кітап оқу деген, оның қандай керемет екендігін, кітап оқуға деген ынтасын ашудың ең басты маңызды жұмыс екенін біліп жатырмыз. Өйткені өзіңіз жақсы білесіз, қазіргі қоғамда бәріміз әлеуметтік желіге байланып қалдық. Телефонның ішіндегі, ғаламтордың ішіндегі дүниеге торланып қалған кезеңде өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан балаларға біз деген ең бірінші кітаптың адамға беретін пайдасын түсіндіреміз. Абай атамыздан аламыз, барлық кітап білімде, ерінбей оқып көруге деп. Сөйтіп, жаңа алдымыздағы балалардың жас ерекшеліктеріне қарай. Оларға кітапты әлі қолына ұстап көрмеген балалар. Оқыса арасында бірен-саран ғана балалар оқыған, басқалар шынымен де мектептегі әдебиет пәніндегі қысқа әңгімелерді ғана оқыған балаларға үлкен салмақты романдарды, повестерді бірден бастап кеттеу ауыр болады. Сондықтан шағын кішірек кітаптардан бастауға кеңес беріп жатырмыз. Нәтижесі жоқ емес. Маусымда бірінші кезеңді аяқтадық. Міне қазанда екінші кезеңді бастадық. Осы кеше ғана сіздер хабарласқан кезде мен Алакөлде сол мизаммен жүремін. Сонда сіздің сауалыңызға біз де сол балаларға қандай кітап оқу керек екендігін, неден бастау керек екендігін үйретіп жатырмыз. Ең бірінші жасына қарай. Мысалы 6-7 сыныптың балаларына, кеше кітаппен өскен буын емес қой. Оларға мысалы абай жолын оқу деген ауыр болады. Оған мысалы менің атым Қожадан бастаса, Оралханның торатынан бастаса, сондай бір ауылдың балалары ғой, өзінің жанына жақын, табиғатына келетін кітаптардан бастап, сол кітапқа деген өзінің ынтасын ашып алса, ары қарай өзінен өзі кітаптың да саны да көбейе береді, сапасын да арттыра береді. Сондықтан ең бірінші қазіргі жастарға кітап оқу дегеннің ең керемет дүние екенін, телефонға телміріп
уақытымызды босқа өлтіргенше бір сәт аз уақыт болса да кітапқа көңіл бөлудің сенің жан дүниеңнің нұр болатындығын айтқым келеді. Қазір көркем әдебиетке қарағанда бірінші балалардың мотивационный Көбінесе соған кетіп қалады. Бірінші бол, екінші болма, тіпті бай болудың жолдарында кітаптар қарайды. Ең бірінші байлық адам жан дүниесінің байлығы. Көркем әдебиет екінші орында қалып қояды. Өйткені қазір жарнамада да сондай ғой. Бірақ құрғақшылықпен ауыстыртпаймыз. Қанша кітап оқу кенжелеп бір тосқауылда тұр дегенімізбен алға жылжу бар. Біз оны көріп жатырмыз. Тіпті мысалы Алматыдағы кітап дүкендеріне барсаңыз, сол жерде кәдімгідей балаларды қызықтыратын, бірден өзіне тартып алып кететін, өзіміздің қазақ тілінде аударылған шетел классиктерінің кітаптары, өзіміздің қазақтың мықты қаламгер жазушылардың кітаптары мына балаларға арналған жақсы шығып жатыр. Ең бастысы қазір кітап жоқ деген сылтау жоқ. Оқиын десем кітап жоқ деген сылтау айтуға болмайды. Ең бірінші балада ынта болу керек. Ал балада ынта болу үшін үйде әке мен шешеде ол дүние әке мен шешенің бойында болу керек. Барған жерімізде айтамыз. Бірінші бала көргенін істейді. Егер үйде әке мен шеше біз барлығын тұрмысқа байлап тастағанбыз ғой. Тұрмысқа жұмыстан келеміз, шаршаймыз, қол тимейді, уақытымыз жоқ деп естеді. Жоқ, ештеңе жоқ. Сол уақытымыз жоқ деп отқан әке шешенің өзі телефонға 1-2 сағатын ұрлатып қояды. Соны бір 15 минутын баласымен бірге бір 5 бет кітап оқиықшы десе, күніне 5-ақ бет оқысын, көп те сұрамаймыз. Сонда бала кітап оқуға ынтасы ашылады. Содан кейін өзінің жас деңгейіне қарай бастағаннан кейін ары қарай қандай кітапты оқығысы келеді. Өзінен өзі оған жол ашылып тұрады. Мен оқы деп кітаптар шақырып тұрады. Bir күні қарасаң, үлкен романдарды оқып отырғанын байқамай қалады. Егер әдеттенген болса. Рахмет. Келесі сұрағымыз. Жуырда туған ауылда белгілі журналист, Қазақ радиосының редакторы Бақыт Жағыпбарұлы екеуіңізбен кездесу өткен еді. Азамат болсаңыз да көңіліңіз босап, көзіңізге жас алдыңыз. Сізді не жылатты? Өзім үйдің кенжесімін. Бақытты баламын негізі. Атаның алдында, әженің алақанында, әке мен шешенің ортасында өскен баламын. Содан кейін шығар, кішкене жүрегімде жұмсақтық бар. Бір өлеңім бар. Анама аумай тартып кетсе керек, менің де жұмсақтығым мінездегі деп. Менің анам өте бір мейірімді, сондай жұмсақ адам бар. Менің де жүрегімде сол жұмсақтық бар. Өзімде байқамай қалдым. Тосыннан түсіріп алыпты, кейін көргенде қарасам, кәдімгідей көзім жасалып отыр екен. Ол жерде мектептің ұжымына рахмет. Бізге тек қана бір кездесу ғана өткізген жоқ, үлкен 50 жылдығымызды деп ауыл бастап берді ғой. Көрініс қойды. Көріністе біз жаңа Бақыт екеуміз мынау айтыстан бастағанбыз ғой, оқушылар айтысынан. Сол айтысқа баратын кездегі шешеміздің қарбаласы, шеше уайымдайды ғой, киімі жылы болсын, тамағы қанын ашып қалмасын деген сияқты. Ауылдағы сол көрші 4-5 Бақыт екеуміз жақын тұрған бір-бірімізге ауылда бір көшеде. Бәріміздің сол шешелеріміздің замандастары. Бәріміз Бақыт екеумізге ортақ шеше болып кеткен кісілер ғой. Сол кісілердің біздің Бақыт екеуміздің шешеміздің өмірімен байланысты отырып көрініс қойды. Қарасам, 7-8 анамыздың бейнесін сомдады. Қарасаң енді мектептегі мұғалімдер, бірақ образды керемет тапқан, менің шешемді ойнаған кісі тура менің шешем болып қалған ғой. Сол кезде барлық дүние, мен бүкіл балалығым көз алдымда өткен кезде сол өзімнің жаңағы көзіме ерік беріп тоқып кеткенім бар. Сол кездегі дүние ғой. Сағыныштар шығар. Келесі сонымен қатар жақында қасиетті Қарадала жерінде қазақтың белгілі ақыны Бақыт Белгілханның мерейтойы аталып өтті. Шығармашылық кеште сіздер өнерге жаңа қадам басқан 4 бозбаланың суретін сыйладыңыздар. 4-еу түгел болса деген ниетті де аңғардық. Тілі орақ, от тілді орақ ауызды оразалы туралы естеліктеріңізбен бөліссеңіз. Енді біз Орекеңмен оқушы кезден бірге өстік, оқушылар айтысына бірге шықтық. Бірақ оразалы бізден бұрын шықты. Біз 9-шы сыныпқа барғанда айтысқа бардық. Ал оразалы 4-5 сыныпта жүргенде ол кәдімгідей Хасенәлі Саматыров деген ұстаздың қасында біраз додаға түсіп топ жарып қойған кезі болады. Тіпті
Қасенәлімен бірге Қырғызстанға барып, қырғыз ағайындардың алдында өзіңіз Оразалының айтыстанын, қырғыздармен айтысқанын қарап болсаңыз, арасында кейде бір қырғызша сөйлеп жіберетін бар. Ол Оразалының алғырлығы, сол барғанда сол қағылегіздігі ғой, қағылбаған. Енді Орекең қайталанбайтын бір тұлға. 29 жыл ғұмыр кешті. Одан кейін айтыста қаншама ақындар бар, қаншама ақындар шығып жатыр. Бүгінге дейін Оразал өмірден кеткеніне 21 жыл болды ғой. Сол 21 жылдың ішінде айтыс қандай деңгейге көтерілді. Қазір айтысты қарап отырсаңыз, енді сұмдық бір небір дүлдүлдерді бұлылдар шығарып жатыр. Бірақ ешқайсысы Оразды қайталай алмайды. Оразалы ешкімге ұқсамайды. Оның бір ерекшелігі, Оразалы өте айтысқа деген бала кезден өзінің махаббатына, өзінің жан дүниесінің, руханиятының алтын деңгейіне айналдырып алды ғой. Мен студент кезден білеміз, Оразалы айтыс болады деген кезде үйіндегі бала шағасынан бөлек оқшауланып, кәдімгі 5 ғасыр жырлайды бар, ауыз әдебиеті бар, батырлар жыры бар, кәдімгі айналасына кітаптерін шашып тастап дайындалады. Бұл бірінші қазақтың төл өнері айтысты деген, айтысқа деген жанашырлығы, құрметтеу, сыйлау, бағалауы. Екінші, соған әйтеуір екі сөздің барын басын құрап ұйқаспен емес, соған тың теңеулермен өзінің қарсыластары айтпаған қазақтың асыл сөздерін мажандап қараған кезде. Айтысын көріп отырсаңыз, кейде басқа ақындар тыңдап отырсаңыз, мысалы екі жолдан ұйқастырып келеді, келеді. Соңғы үшінші, төртінші жол, мысалы соңғы екі жол бар ғой, сол түйін болады да ел дүр етіп болса ғой. Ал Оразалының кейбір айтыстарында әр жолына көрермен шапалақ соғып үлгермей қалады ғой. Мынаған риза болып шапалақ ұрып берсе келесін төгілдеп алып кетеді. Бұл Оразалының шынында қайталанбас тұлға деген осы. Оны ешкім қайталай алмайды. Сондықтан Орекеңмен замандас болғаныма, бір ауылда туғаныма өзімді мақтан тұтамын. Оқушы кезде Орекең талай айтысты. Оқ бойы озып тұратын жігіт қой. Қазақтың қара өлеңін, қазақтың сөзінің қаймағын керемет теңеулер айтқан кезде, соның барлығын жағы құйыластырып, ойластырып, орын-орнымен айта білген кезде бір ағып тұрған бұлақ сияқты шөлін қанады. Сағынамыз, еске аламыз, басқа амал жоқ. Жайса Мағжан, мен жастарға сенемін дейді. Сіз жастарға сенесіз бе? Жастарға сенеміз ғой. Ол былай қарап отырсаңыздар, кешегі әдебиеттің алтын ғасырындағы буында да жаңағы кейбір ағаларымыз жастар бұзылып барады, жастар деген неге бұлай деген алаңдаушылық білдірген. Бұл заңдылық әр қоғамда болып тұратын дүние. Мысалы, мен де бүгінгі жастарға кейде алаңдаймын. Кейбір жасты көрген кезде болашағың бұлыңғыр болып кетеді. Ол қазіргі қоғамда жасыратын жоқ, енді көбісі сондай. Жастар көңілді алаңдатады. Бірақ солай екен деп жастардан күдересіп кетуге тағы болмайды. Қазір біріншіден кітап оқымау балалардың, екіншіден көшеде көптеген бұзақылыққа ұрынып жатуы жастардың, тіпті көшеде кетіп бара жатқан қыз жігіт бозбала бойысқан болып кетіп бара жатқан жастардың біріне дөрекі сөйлеп жасыратын жоқ. Ер азамат мен айта алмайтын сөзді қыз жігіттер ғой былайша айтқанда. Ертең бір аз жылдарда әке ана болатын адамдар. Солар бір сондай бейәдеп сөздерді айтып, өрескел қылық көрсетіп бара жатқанда кәдімгідей жаның ауырады. Бірақ ол тұманның, ол бұлттың ішінде күн бар екенін ұмытпауымыз керек. Бұлттың ар жағында сол күн сияқты бір жастар көрген кезде, жаңа айтып отырмыз ғой, біз мына кітап оқытумен жүрген кезде балалардың кітапқа деген ынтасы, ықыласы сондай бізге сенім ұялатады. Және әр салада топ жарып жатқан жастар көрген кезде, шынымен де осындай жастар бар кезде біздің болашағымыз баянсыз болмайды деген үміт бар. Сондықтан жастарға сенбеуге болмайды, сенеміз. 50 жылда ел жаңа дейді. Жарты ғасырлық ғұмырыңызда не түйдіңіз? Әттеген айымыз көп. Бүгін жастарға ақыл айтып отырмын. Ал өзімнің жастығымда жіберіп алған қателіктерім, яғни уақытымды босқа өткізіп алған сәттерімді ойлаған кезде кәдімгідей өкінемін. Сондықтан ел ағасы деп сұрап отырсыз ғой, ердің жасы дегеннен кейін көсемсіп
данышпан сөйлемесек те әйтеуір артымыздан келе жатқан іні қарындастарымызға бір ауыз ақыл айтуға жараған шығармыз деймін да. Сондықтан ең бастысы жастарға, жаңа үміт етіп сеніп отырған жастарға ең бастысы қазақты сүю керек. Бұл жағынан бөлектенетін ұлтшылдықпен, әсіре ұлтшылдықпен емес, жай қазақты сүю керек. Қазақты сүйген адам оның тарихына, оның салт дәстүріне, оның әдеп ғұрпына, оның өткені мен бүгініне бойлай алады. Ал оны бойлай алған адам ұлтына адал қызмет ете алады. Сондықтан мынау табанымыз тиіп, өзіміз шалқақтап жүрген қара жердің топырағында бабаларымыздың қаны, аналарымыздың көз жасы бар екен. Солардың қадір қасиеті табанымыздан өтіп жүрегімізге жетіп жатқанын сезінсе, ол ұлт перзенті болады деп ойлаймын. Ол ертең өскенде ұлтты алдамайтын, біреуге қиянат жасамайтын, мәселесін пара беріп шешпейтін, біреу жұмысын шешу үшін жемқорлықпен оның қалтасын қақпайтын адал азамат болып өседі ғой деп ойлаймын. Оның түйінінде Абай атамның Құдайдан қорқ, адамнан ұял дейді ғой. Атамыз қазақ құдайсыз қурай сынбайды дейді. Сондықтан енді бір құдайшыл халықпыз ғой. Сондықтан жаңағы Абай атам айтқандай, атаңның баласы болма, адамның баласы бол дейді. Ал адамның баласы болу үшін адамзаттың ішінде біз қазақпыз ба, қазақты сүю керек. Қазір Бала Жұматайды сағынасыз ба? Қазір Бала Жұматайға қандай кеңес айтар едіңіз? Бала Жұматайды сағынамын. Мен негізі кішкентай кезімнен бір үйдің еркесі болдым, кенжесі болдым. Жаңа айттым ғой сөздің басында, ата, әже, әке, шешенің ортасында. Бірақ ессіз ерке болған жоқпын. Әсіресе мына кішкентай кезімде тіл шыққаннан тақпақты көп айтатынмын. Үйге қонақ келсе деген тақылдап тақпақ айтып, сол кісілердің батасын алып деген сияқты. Сонымен өскен шығармын. Ал қазіргі Бала Жұматайға айтатыным, сөзімнің ортасында айтып кеттім ғой, оқиық. Кітап оқиық. Ол телефон ол ешқайда қашпайды, одан қашып құтыла алмаймыз. Ол біздің өміріміздің бір бөлшегіне айналып кеткен. Бірақ солай екен деп, соның ішіндегі өміріңе зиян келтіретін, уақытыңды босқа өлтіретін, санаңды улайтын дүниеден аулақ болайық. Ал одан бізді аулақтататын, одан бізді алыстататын осы кітапқа деген құмарлық. Кішкентайымыздан жаңа өзім айттым, қойшының баласы болғаннан кейін жасыратын жоқ. Бізге газет, журналдар деген соны орысшасына дейін түгел келіп тұрады. Ол кезде кеңестік идеологияда жазыласың, жазылмайтын деген әңгіме жоқ, әкеп тастайды болды. Бір шетінен соған қуанамын, соны оқып өстік қой. Одан міне бір керемет тұлға болып кетпесек те, жаман адамдардың қатарында жоқпыз ау деп есептеймін. Қазір ақындардың қоғамдағы рөлі қандай деп ойлайсыз? Ақындардың үні естіліп жүр ме? Енді жалпы ақындарға көпшілік айтылып жатады. Негізі бұрын сол ақындар елдің мұңын айтатын еді, ақындар елдің сөзін айтатын еді. Бұлай айтыс ақындарын тыңдап отырсаң, айтыста шынымен айтылып жатады. Елдің мұңы, қоғамның көлеңкелі тұстары, қазаққа деген кейбір жасалған қиянаттар айтылып жатады. Айтылмайды емес, айтылып жатады. Бұрындары сол айтыста айтылған дүниеге билік кәдімгідей баға беретін. Яғни айтылып жатыр, анау айтылып жатыр, мынаны түзейік деген сияқты нәрсе болатын. Ал қазір айтылмай жатқан жоқ, айтылып жатыр. Бірақ оған жаңағы сол естіп құлақ үйреніп кетті ма, бірден жаңағы реакция берілмейді дейміз ғой. Ондай билік тарапынан кейде шынымен болмай жатады. Әйтпесе ақындар жаңағы айтыста айтып жатыр. Әнеген өзі бізде оқушылар айтысы болды бізде. Оқушылардың өзі кәдімгідей ұстаздардың үйреткені ғой былайша айтқанда. Баланың тілімен айтқызғысы келіп жатыр қоғамның жаңағы қисық тұстарын. Айтып жатыр, бірақ мынау айтып жатыр ау, мынадан бір нәтиже шығарайық ау деген бір кездегі айтыстың дәрмені жоқ. Қазір айтысты айтылмай жатқан жоқ, айтылып жатыр, бірақ сол көрерменнің көңілі соған бір мәз болып қалады, сонымен қайтады. Кетіп жатыр. Ал енді жазба ақындарға келетін болсақ, олар да айтпай жатқан жоқ, бірақ енді айтыс ақын неге айтып жатыр? Ол ауыз әдебиеті ғой. Бабаларымыздан қалған тура тіл жағы, тура биді туған жоқ, туғанды биді иман жоқ, турасын айтып, бас кеспек болса тіл кеспек жоқ деп айтады да қайтады. Ал поэзия ол бөлек жанр ғой. Ол жерде қоғамның қалтарыс бұлтарысы да бөлек жырланады.
қоғамның шуағымен шұғылаш деп бөлек жазылады. Былай құрғақ шөппен ауыз сүртуге болмайды, айтылып жатыр. Жақсы, рахмет, құрметті Жұматай Оспанұлы, сіздің шығармашылығыңыз бізге мәңгілік мұра болып қалады. Сіздің мерейлі жасыңыз құтты болсын. Алда шығармашылығыңызға тек қана табыс тілейміз. Бүгінгі сұхбатымызға келгеніңізге рахмет. Көп рахмет. Өздеріңізге де көп рахмет.